Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аружан. Және бүгінгі видео өте пайдалы видео. Себебі қазір біз осындай 15-14 жастан бастап ақша табуды ойлаймыз, қалай ақша тапсам екен деп. Қазіргі таңда кәдімгідей мүмкіндіктер өте көп. 15 тіпті 14 жастан бастап ақша табуға болады, мүмкіндіктер бар. Просто білу керек. Сол себептен қазір қалай 15 жастан бастап табыс табуға болатын бірнеше жолдарын айтатын боламын. Если что, менің жасым 16-да. Ең бірінші қазір сіздерге онлайн жұмыстарды ұсынамын. Бірнеше түрлерін айта кетсем, ең бірінші ол SMM. Негізінде SMM-ді көбіміз естіген шығармыз, барлығымыз естиміз, бірақ та біле бермейміз. SMM деген ол мысалға қазір біз керек заттардың барлығын міндетті түрде Инстаграмнан іздейміз. Киім болсын, гүл болсын, әшекей, анау мынау, тіпті бір ресторанға баратын кезде Инстаграмдарын қараймыз. Және соған қарап біз барамыз ба, бармаймыз, баламыз ба, алмаймыз ба шешім қабылдаймыз. Яғни бұл маркетинг. Кей магазин Инстаграмдар бар, сол Инстаграмды қарапайым адам жүргізбейді, сол бизнестің иесі жүргізбейді, оны SMM маманы жүргізеді. Яғни жаңағы киімдерді суретке түсіреді, стористер салады. Вы должны сделать так, чтобы жаңағы клиент киімнің Инстаграмын көріп, алғысы кеп кететіндей сондай бір стратегия құрастырады, продвижение жасайды. Табысына келетін болса, ол сіздің бір дәрежеңізге байланысты. Яғни қаншалықты сіз бизнестің табысын жоғарылатуға көмегіңіз тиеді, қаншалықты септігіңіз тиеді, соған байланысты. Оның үстіне SMM-ді көбінесе барып, немесе офиста жұмыс істейсіз, немесе сол магазинде істейсіз. Иногда онлайн нишаларда бар, үйде отырып жасай беруге болатында. Басқа бір бизнес түрлері бар, онлайн да бар, офлайн да бар. Мен өзім всегда офлайн жұмыс істедім, SMM болып, сол себептен де. Ал егер онлайн болса, сіз 2-3 проект ала аласыздар, яғни үйде отырып 3-4 бизнестің Инстаграм жүргізе аласыздар. Бұл да өте тиімді. Міндетті түрде SMM үшін курсты оқу керек деп ойлаймын, өйткені ол бір жай бір продавец, официант сияқты жұмыс емес, оны оқу керек, түсіну керек, білуіңіз керек. Сол сфераның прям мастері, жалпы эксперті болу керек қой, короче. Сонда ғана сіздер андай боласыздар. Итак, келесі пункт ол таргет, яғни таргетолог болып жұмыс істеуге болады. Лентаны қарап жатқан кезде, ана жерде рекламалар шығып қалады. Сол рекламаны қарапайым адам жібермейді, оны да арнайы маман жібереді. Яғни рекламаны салу да ол да бір жұмыс. Реклама, таргет екеуі бір негізі. Рекламаға жіберу үшін ақша саласын, Инстаграмға. Жаңағы таргетолог сол ақша өзін ақтап алатындай жұмыс атқару керек. Мысалға, бір боксқа арналған курс. Онда сондай нәрсеге таргет жасау керек болса, онда сіздер аудитория ретінде ұлдарды аласыздар. Сосын оның жасын да анықтайсыздар, тұратын жерін, олардың қызығушылықтарын бәрін анықтап, аудиторияңызды дұрыс бағыттасаңыздар, ақша дұрыс кетіп, өзін ақтап алатындай клиент келеді сол рекламадан. Сол себептен таргетологтың да міндеті өте маңызды. Келесі, қазіргі 21 ғасырда өте өзекті мамандық сайт жасау. Қазір сайт жасау деген өте өзекті нәрсе, в принципе. Қазір оның үстіне, знаете, курстар өте көбейіп кетті ғой. Курстардың ссылкаларын басқанда прям ұзын сайт тұрады. Отзывтары, опыты барлығы көрсетілгенде ана курсты сатып алғың келіп кетеді да. Сол сайтты кім жасайды? Әрине арнайы маман жасайды. Күшті қылдырып, оформлениясын жасайды, күшті қылдырып, анау кнопканы басқың келіп кетеді ғой, бүйтіп сатып алғың келіп кетеді. Немесе ондай сайт емес, немесе кәдімгі интернеттегі сайттар бар, магазиннің сайты, жаңағы каталог тұрады ғой, әртүрлі заттардың каталогы. Ал сайт жасау ол уже офлайн емес, уже онлайн. Бірақ та оған ноутбук болғаны өте тиімді негізі. Бірақ телефонмен да жасауға болады негізі. Бір клиентіңіз болса, маған күшті сайт жасап берші, мен саған 10 000 теңге беремін десе, қандай күшті емес па? Оның да бір курстары бар, үйреніп алатын, немесе ютубта да көптеген видео сабақтар бар. Осы мен енді не істеймін, курс сатып алуға ақшам жоқ деп уайымдамаңыздар. Ютубта барлығы тегін көрсетіледі. Просто іздеу керек. Ютубтан сайт жасау туралы іздесеңіздер, үйреніп аласыздар негізі. Тильдада, немесе таплинкте, Тильдада күшті сайттар жасауға болады. Келесі күшті бір мамандық, жақында осы мамандық туралы білдім, ол графический дизайнер. Яғни ол да 15-14 жастан бастап уже осы мамандыққа кірісуге болады. Бұл да онлайн жұмыс. Мысалға бір бизнестің логотипін, визиткасын, сондай бір нәрселерін жасау керек кезде, оны да арнайы жасайтын адам болады негізі. Бірақ та оның қарапайым SMM маманы да жасай алады.
бірақ егер оны меңгерсе, білсе, түсінсе, бірақ та арнайы графический дизайнер деген бөлек бір мамандық бар қазір. Бірақ та ол кезде уже өтірік бір текст пен логотип жасап қана қоймайсыз, әрине жұмысыңыз әлде қайда өте сапалы болу керек. Кәдімгідей сіздің клиентіңізге ұнау керек та анау. Қалада бір баннер тұрады, оның бір дизайнын ойлап табатын графический дизайнер деген мамандық бар. Canva немесе сурет салып жақсы меңгеру керек та, білу керек. CorelDRAW деген программалармен жұмыс істеп білу керек. Art, Illustrator, Photoshop, Adobe Photoshop сондай нәрселермен жұмыс істеп білу керек міндетті түрде. Сонда мысалға сіз үйде отырып, сізден бір бизнес заказ жасауы мүмкін, маған күштілеп логотип жасап берші деген сияқты. Сосын сіз әрине күштілеп жасасаңыз, сізден әрі қарай басқалар естиді сіз туралы, сосын олар да заказ жасағысы келеді сізден. Немесе арнайы полиграфияның бір графический дизайнер болып істеуге болады, яғни сол жерде әртүрлі нәрселер заказ береді ғой, мысалға пакеттер заказ береді полиграфиядан, немесе меню, мысалға бір бизнес жаңағы ресторанның иесі полиграфияға барады да, маған осындай меню жасап берші деген сияқты. Сосын ол полиграфиядағы адам оны графический дизайнерге береді. Осылай, мынаның сыртын дизайнын ойластыр деп. Сосын ол ойластырады, бәрін істейді, сосын полиграфиядағы адам оны шығарады, распечатать етеді, кітапша қылдырып жасайды, оның бірнеше штугын жасайды, сосын оны бизнестің иесіне береді. Сөйтіп, сондай бір жұмыс, иә. Келесі мамандық, негізінде бұл мамандықты барлығымыз білеміз ғой, бірақ та сонда да айта кетейін, негізінде ол блогинг. Жаңдан бері біз таргетолог, SMM деп жатырмыз, графический дизайнер деп жатырмыз. Бұның барлығы сіз басқа біреудің инстаграмын жүргізу үшін, басқа біреудің табысын арттыру үшін сіз солай көмектесіп жатсыз. Бірақ та блогинг деген ол уже сіз өзіңіздің бір личный блогыңызды дамытасыз. Яғни сіз өзіңіздің инстаграмыңызды жүргізесіз, өзіңізге контент жасайсыз. Басқа біреудің магазиніне емес, өзіңіздің өміріңізді көрсетесіз, иә. Жалпы инстаграмда ғана емес, ютубта да бір блог жүргізуге болады, ютубта да жақсы ақша табуға болады. Ютубта қалай ақша табады? Ютубта монетизация арқылы ақша табады. Яғни, мысалға бір видеоңызда рекламалар шығып қалады, менің видеомда реклама шығып қалады. Ол ақша төленеді бізге, мысалға, иә. Егер оны миллиондаған адам көрсе, ақша өседі. Яғни просмотр қаншалықты көп болса, рекламаны қаншалықты көп адам көрсе, әрине ақша да көбірек болады деген сияқты, табыс көбірек болады. Инстаграмда ондай монетизация деген нәрсе жоқ. Инстаграмда тіпті 100 мың, миллион подписчикпен ақша таппай жатқандар бар. Бартермен бүйтіп күн көруіңе болады, бірақ та рекламамен ғана күн көресің, негізінде сотрудничество арқылы, иә. Ол үшін әрине подписчиктеріңіз міндетті түрде сапалы болу керек. Яғни гифтен келгендер ол вообще болмайды, оны түсінетін заманға жеттік қой. Охватыңыз күшті болса, әрине сізден сотрудничество сұрайды, иә. Сізден реклама сұрайды, сізге ол үшін ақша береді, немесе тегін береді, иә, бір нәрсені бартерге. Келесі ол куратор болып жұмыс істеуге болады. Куратор дегеніміз типа көмекші, бір үйрететін, айтып отыратын, көмектесіп отыратын адам. Кімдерге? Қазір барлығымыз білеміз, курс деген нәрсе өте көп қой. Курста оқитын оқушылар жалпы көп болса, онда бір адам бәріне үлгермейді. Сол себептен арнайы куратор негізі жалдайды. Көбінесе таныстарынан жалдау мүмкін, бүйтіп интернетке салмайды, мен куратор іздеп жатырмын деп. Бірақ та негізі сондай просто біліп жүріңіздер, куратор арқылы да ақша табуға болады, куратор болып. Куратор арқылы жалпы 14-15 жаста оңай ақша табуға болады. Яғни ол қиын жұмыс емес, жаңағы айтып жатқан дизайн, SMM сияқты қиын емес, жай ғана көмектесесіздер, сұрақтарына жауап бересіздер, үйде отырып қана. Так, мен сіздерге онлайн жұмыстардың тізімін айтып біттім. Енді қазір сіздерге бизнес туралы айта кетсем, яғни 14-15 жаста бизнес бастауға болады. Әлі ерте деп ойласаңыздар, менің ойымша ерте емес. Сіз лучше қазір банкрот болыңыз, чем ертең балалы, отбасылы болған кезде банкрот болғаннан гөрі қазір банкрот болыңыз. Қазір сіз опыт жинаңыз, қазір қателіктер жасаңыз, кейін зато сіз 20 жасқа жеткенде сіз уже опытный боласыз. Оның үстіне бизнес деп міндетті түрде бір арендаға помещение іздеңіздер деп айтып жатқан жоқпын. Вообще керек емес негізінде. Қазір 21 ғасыр, бәрі онлайн, бәрі интернетте. Сол себептен интернет арқылы сатыңыз, онлайн магазин ашыңыз деуге болады. Мысалға, қазір сіздерге бірнеше нишаларды айта кетсем, біріншіден сіз өзіңіз бір нәрсе жасап сатсаңыз болады. Егер сіз сондай бір жаңағы мен айтқан SMM, әртүрлі дизайнер
дизайнер, таргет деген нәрселерге жоқ болсаңыз, яғни телефонды қатты шарить етпесеңіз, бірақ та қолөнерге мүмкін сіз өте жақсы шығарсыз, иә, әртүрлі нәрселерді пішесіз, тігесіз, иә, қазір мысалы тақияны пішіп сатуға болады. Қазір көбісі қазақи нақыштағы сондай бір нәрселерді жақсы көреді, иә. Сол себептен неге сондай нәрселерді тігіп үйде сатпасқа? Немесе қолыңызбен бисерден әртүрлі чокерлер жасап сатуға болады, иә. Немесе глиныдан бір ыдыстар жасап сатуға да болады. Мен бір жақын құрбым бар, сөйтіп сататын, вообще күшті. Міндетті түрде ақша табу мақсатымен емес, жай ғана хотя бы сіз бірдеңе істейсіз. Айына енді бизнестен миллиондап табысқа шықпайсыз, сразу 100 мыңға да жетпеуі мүмкін табысыңыз. Егер сіз кондитерлікке өте жақсы болсаңыз, мен бір подружкам бар, прям күшті торт жасайды, печенье, анау мынау бәрін күшті істейді да, бірақ та ондай нәрсеге қызықпайды, бизнес деген нәрсе онша не істемейді. Негізінде солай жасауға болады. Егер сіздің қабілетіңіз болса, күшті тамақтар жасап, мысалға үйде отырып моти жасап, әртүрлі клубника в шоколаде жасаңыздар, үйде бенті торт жасап сатсаңыздар болады. Сонымен қатар, егер сіз прям қабілетке жоқ болсаңыз, онда өзіміз сатып аламыз да, соны Инстаграм арқылы сатамыз. Яғни қазір интернет магазиндер көп қой. Мысалға Инстаграмда да онлайн магазиндер бар ғой, сіздер заказ бересіздер, и ол бір айдан кейін бірақ келеді. Олар қалай жұмыс істейді деп ойлайсыздар? Alibaba, 1688, Taobao деген сияқты сайттардан сол жердегі киімдерді суретке скрин жасап, міндетті Инстаграмға салады. И Инстаграмнан келген заказдарды ана жерден заказ береді тап. Ол жерден бір ай келеді, сосын сізге бір апта келеді, сөйтіп табыс табуға да болады. Киім сатып алмайсыз, және ол киім сатып алынбай қалмайды да. Яғни тек қана заказ берген киімдерді сіз солай Алиэкспресстен или там Алибабадан заказ беріп, жаңағы клиентке жіберіп отырасыз. Келесі идеям ол Каспи арқылы сатуға болады. Қазір Каспиде де магазиндер көп, иә. Каспи арқылы товар сатқанның пайдасы көп. Мысалға, біріншіден сізге таргет жасауға керек болмайды. Яғни реклама еш жасамайсыз. Мысалға, қазір айтып жатырмын ғой, бизнес жасау керек, бірақ та рекламасыз ешкім сіздің бизнесіңіздің бар екенін білмейді ғой. Сол себептен оларға реклама жасау керек. Ал Каспиде реклама керек емес. Адамдар сіздер өздері табады. Мысалға, оларға бір әшекей бұйым керек болса, украшение деп іздейді да, сіздің тауарыңыз оларға ұнаса, сізден сатып алады сразу. Сіздің тауарыңыз сразу шығып тұрады. Екіншіден, Каспи өзі доставкасын жасайды. Келесі, ол офлайн точкада керек болмайды. Сіздің міндетіңіз тауарды Каспиге саласыз, заказды принимать етесіз, сөйтіп табыс табуға болады. Бірақ та әрине Каспиде процент ұстайды, оны айту керек. Мысалға, үлкен ірі заттар үшін гаджеттер сататын болсаңыз, енді гаджеттер сататын болсаңыз, ол жерде 5% ұстаса, ал майда шүйда заттарды сататын болсаңыз, онда 10-15% ұстайды. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге ұнады деп үміттенемін. Ұнаса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Және келесі видеоларда кездескенше, пока-пока.